Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін әліпби құранға түсу үшін араб әліпбиімен танысамыз. Бірінші әрпіміз әлиф. Әлиф, әлиф. Бә, бә, бә. Тә, тә, тә. Мынау саха оқылады. Сә, сә, сә. Жә, жә, жә. Хә, хә, хә. Ха, ха, ха. Дәл, дәл, дәл. Зәл, зәл, зәл. Байқадыңыз ба? Бұл да сақауша оқылады. Зәл. Ра, ра, ра. Зә, зә, зә. Син, син, син. Шин, шин, шин. Син, сад, кешіріңіздер, сады, сады, сады. Дад, дады, дады. Та, та, та. Мынау сақауша оқылады. За, за, за. Ғайн, ғайн, ғайн. Ғайн, ғайн, ғайн. Фә, фә, фә. Қаф, қаф, қаф. Кәф, кәф, кәф. Ләм, ләм, ләм. Мим, мим, мим. Нун, нун, нун. Уәу, уәу, уәу. Хә, хә, хә. Ләм әлиф, ләм әлиф, ләм әлиф. Яй, яй, яй. Енді осы әріптердегі ерекшеліктерді сіздерге түсіндірейін. Бұл жерде сақа оқылатын әріптер бізде бірінші сә әрпі. Яғни әлиф, бә, дә, сә, сә, сә. Одан кейін келесі сақа оқылатын әріп зәл әрпі. Яғни зәл, зәл, зәл. Келесі сақа оқылатын әріп бізде за әрпі. За, за, за. Және де бізде тағы да басқа әріптердің ерекшелігіне тоқтап өтетін болсақ, бұл жерде ләм әлиф деген әріп, яғни ләм және де әлиф әрпінің қосындысынан тұратын осы әріп. Негізі араб тілінде 29 әріп бар ғой, соның ішінде 7-еуі жуан. Жуан дауыстылар қызылмен белгіленіп тұр, яғни жуан оқылады. Ал қалғаны 22 әріптер. Яғни осы ережелерді сақтай отырып, әр әріпті жаттау үшін 30 рет оқып шығыңыз. Одан кейін барып жазып шықсаңыз, есте сақтауыңызға өте жақсы көмектеседі. Сабақ түсінікті болса, подписаться етіп, лайк басып, поделиться кнопкасын басып, достарыңызға тарауды ұмытпаңыз.